Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Нурила. Бүгінгі видеода сіздермен ескі джинсовый шалбардан ұзын әдемі белдемше тігуді үйренеміз. Менде осындай ескі балағы қысқалау джинсы бар екен. Бұл техника ең оңай және де тез, сондықтан да сіздерге көрсетейін деп шештім. Осы джинсыдан сәнді қазіргі трендтегі белдемшені тігеміз. Ең алдымен осындай жыртқыштың көмегімен екі жағын толықтай сөгіп шығамын. Бұндай жыртқыш кез келген тігінге арналған фурнитура дүкендерінде сатылады. Абайлап матаны жыртып алмай, толықтай қалған құтқан керек емес жіптерді алып тастайсыздар. Кейін замокқа дейін 5-7 сантиметрдей қалдырып, тағы да сөгіп шығамыз. Енді артқы жағынан толықтай белге дейін сөгіп шығамыз. Кейін белдегі матаны екіге тура ортасынан қиямыз. Енді джинсыйымызды аударып, осындай булавкардың көмегімен матаны дұрыстап қадаймыз. Кейін бордың көмегімен осылай тігетін линиямызды сызып шығамыз. Міндетті түрде закрепка қоямыз, және де тігіп жатқанда булавкаларды алуды ұмытпаңыздар, себебі тігін машинасының енесі десе сынып қалуы мүмкін. Кейін артық матаны қиып тастаймыз. Осылай екіге бүгіп, булавкамен тағы да қадап тігіп шығамыз. Сонда белдемшеміздің іші әдемі өңделген болып шығады. Кейін беліміздегі матаны осылай қосып тігеміз. Енді бізде тек алды қалды, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай алдын жапсаңыз болады. Ашық болғанын немесе толықтай жабық болғанын қаласаңыз, етекке дейін тігіп шығасыздар. Тігіп жатқанда астыңғы матасына қарап отырыңыздар, себебі мен сияқты қателік жіберіп, қалтасын тігіп қоюларыңыз мүмкін.
Міне менде осындай белдемше дайын болды, өте әдемі, маған қатты ұнады. Пиджак, футболка, кофта, майка әртүрлі киіммен үйлесе береді. Сіздер де тігіп көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк, комментарий жазып каналыма жазылыңыздар. Себебі жақында өте пайдалы және де қызықты видеолар болады. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Сіздерден кері байланыс күтемін.